Математика сабағы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы өрнектердегі амалдардың орындалу реті деп аталады, балалар. Бүгін бізде жаңа сабақ. Осы сабақты мұқият тыңдап, түсініп алуға тырысайық. Келесі жұмбақты шешіп көрейік, балалар. Сақтамасаң, қорын тек барша тірлік қурайды. Балалар, не деп ойлайсыңдар? Барша тірлік қурап қалады. Оны сақтап жүруіміз керек, үнемдеуіміз керек. Әрине, жауабы су. Өте дұрыс айтасыңдар. Қанекей балалар, алдарыңыздағы келесі мына суреттерге назар аударайықшы. Барлық суреттерге не ортақ? Жарайсыздар, су ортақ. Олардың әрқайсысына берілген мысалдарды шығарып, жауаптарын салыстырайық. Ол үшін сіздерге аз ғана уақыт беріледі. Ал балалар, бірге тексеріп көрелік. 16 мен 8-дің бөліндісі, 12 мен 6-ның бөліндісі, 18 мен 9-ның бөліндісі, 14 мен 7-ның бөліндісі, 15 мен 5-дің бөліндісі. Оқылған өрнектердің қайсысын артық деп айтуға болады? Әрине, 15 мен 5-дің бөліндісі. Өйткені оның мәні 3-ге тең. Ал қалған өрнектердің мәні 2-ге тең болады. Рахмет, балалар. Біз бірге жұмыс жасай алдық деп ойлаймын. Күнделікті өмірде суды үнемдей біліңдер. Бірінші сыныпта сендер қандай арифметикалық амалдармен есептер шығардыңдар? Жарайсыңдар, қосу мен азайту. Берілген өрнектің мәнін есептеңдер. Жақшасыз өрнекте сендер амалдарды қандай ретпен орындадыңдар? Дұрыс, солдан оңға қарай реті бойынша орындадыңдар. Ал жақшалары бар өрнекте амалдарды қандай ретпен орындайсыңдар? Дұрыс, алдымен жақшаларды, содан соң солдан оңға қарай реті бойынша. Мына өрнектердің мәнін сендер таба аласыңдар ма? Яғни, 2 немесе 3 арифметикалық амалдардан құралған өрнектердің амалдарын орындау реті белгісіз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай? Құрамында барлық амалдар болатын өрнектердің мәндерін табуды үйрену. 2 және 3 амалға құрастырылған өрнектерді қарастырайық. Жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Егер жақшасыз өрнекте көбейту, бөлу, қосу, азайту амалдары болса, алдымен көбейту немесе бөлу ретімен, содан кейін қосу немесе азайту ретімен орындалады. Мысалы, 37 қосу 12 мен 6-ның бөліндісі. Алдымен өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтаймыз. Бірінші бөлу амалы, екінші қосу амалы орындалады. Бірінші амал 12 мен 6-ның бөліндісі 2-ге тең. Екінші амал 37 мен 2-ның қосындысы 39-ға тең. Екінші өрнек. Амалдардың орындалу реті қандай? Бірінші көбейту амалы, екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы орындалады. Бірінші амал 5 пен 2-ның көбейтіндісі 10-ға тең. Екінші амал 4 пен 2-ның бөліндісі 2-ге тең. Үшінші амал 10 мен 2-ның қосындысы 12-ге тең. Өрнектің мәні 12-ге тең. Егер өрнек құрамында тек қосу және азайту
болса, онда амалдар сол жақтан оңға қарай орындалады. Амалдардың орындалу ретін анықтаймыз. Бірінші амал қосу орындалады, екінші амал азайту орындалады. Бірінші амал 27 мен 6-ның қосындысы 33-ке тең. Екінші амал 33 пен 3-тің айырмасы 30-ға тең. Өрнектің мәні 30. Өрнекте тек көбейту және бөлу болса, онда амалдар сол жақтан оңға қарай орындалады. Амалдардың орындалу реті: бірінші бөлу амалы, екінші көбейту амалы орындалады. Бірінші амал 12 мен 6-ның бөлінісі 2-ге тең. Екінші амал 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең. Өрнектің мәні 6. Енді біз жақшалы өрнектердегі амалдардың орындалу ретін қарастырамыз. Жақшалы өрнекте алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады, содан кейін көбейту немесе бөлу ретімен, содан кейін қосу және азайту орындалады. Өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтаймыз. Бірінші жақшаның ішіндегі қосу амалы орындалады, екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы орындалады. Бірінші амал 5 пен 10-ның қосындысы 15-ке тең. Екінші амал 15 пен 3-тің бөлінісі 5-ке тең. Үшінші амал 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Өрнектің мәні 10. Келесі өрнекте бірінші амал қай амал орындалады? Жарайсыңдар, жақшаның ішіндегі азайту амалы орындалады. Екінші амал көбейту амалы, үшінші амал қосу амалы орындалады. Бірінші амал 98 пен 90-ның айырмасы 8-ге тең. Екінші амал 8 пен 2-ның көбейтіндісі 16-ға тең. Үшінші амал 50 мен 16-ның қосындысы 66-ға тең. Өрнектің мәні 66. Сонымен балалар, өрнектердегі амалдардың орындалу реті бойынша тақырыпты түсінсек, дәптерімізді ашып, 5 сәуір өрнектердегі амалдардың орындалу реті деп жазып қоямыз. Кешегі тапсырмамен бүгінгі күннің жадын арасында 4 торкөз тастаймыз. Әдемі көркем жазамыз. Жақсы балалар, оқулығымыздың 9 бетін ашып, номер 3 есепке қарайық. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықта, оларды оқып мәнін тап дейді. Бірінші амалға қараймыз. 9-ға 12 мен 2-ның бөлінісін қосыңдар дейді. Бірінші бұл жерде қай амал орындалады деп ойлайсыңдар? Бөлу болса, бірінші біздер бөлуді орындаймыз. 12 мен 2-ні бөліп алып, шыққан санды 9-ға қосамыз. Осылай келесі есептерді өздеріңіз орындаңыздар. Номер 4 есеп. Есептер бойынша өрнек құрастыр, оларды шығар. Асы. Кішкентай бөтелкедегі су 35 теңге. Ал үлкен бөтелкедегі су 65 теңге тұрады. Ал бір қорап шырынның бағасы үлкен және кішкентай бөтелкедегі судың бағасын бірге алғандағыдан 100 теңгеге қымбат. Бір қорап шырын неше теңге тұрады? Балалар, есеп не туралы? Су туралы. Кішкентай бөтелке 35 теңге, үлкен бөтелке 65 теңге. Бір қорап шырын осы кішкентай бөтелкедегі мен үлкен бөтелкедегі қанша болса, солардан 100 теңгеге қымбат дейді. Енді оны біздер шешуін табу үшін балалар, бірінші кішкентай бөтелкедегі мен үлкен бөтелкенің неше теңге тұратынын тауып аламыз, сол екеуін қосамыз, сосын оған шыққан санға тағы да 100 теңгені қосып, бір қорап шырынның бағасын таба аламыз. Мынау шарты шешуі мен жауабын өздеріңіз жазып, маған суретке түсіріп жіберіңіздер.
Номері 4-ші есептің әсіне қарайық балалар. Дүкенде 55 кішкентай бөтелкедегі және одан 20-сы кем үлкен бөтелкедегі су сатылды. Барлығы неше бөтелке су сатылды дейді. Есеп су туралы. Кішкентай бөтелке 55, үлкен бөтелке белгісіз, 20-сы кем кішкентай бөтелкеге қарағанда. Барлығы белгісіз дейміз. Бірінші біздер үлкен бөтелкедегі суды тауып алуымыз керек. 20-сы кем деп тұрса, не істейміз балалар? Дұрыс айтасыздар, азайтамыз. 55-тен 20-ны азайтып, үлкен бөтелкедегі суды тауып аламыз. Содан соң үлкен бөтелке мен кішкентай бөтелкені қосып, барлығы неше бөтелке су сатылғанын білетін боламыз. Келесі Б-сына қараймыз. Нұрланның 500 теңгесі болды. Ол кішкентай бөтелкедегі суды 35 теңгеге, үлкен бөтелкедегі суды 65 теңгеге сатып алды. Нұрланға неше теңге қайтарылды? Болды, 500 теңге сатып алды, 35 теңге және 65 теңге. Қайтарылды, белгісіз теңге. Шешуін табу үшін балалар 500 теңгеден азайтамыз 65 пен 35-дің қосындысын. Сол кезде Нұрланға неше теңге қайтарылғандығы белгілі болады. Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жазып, маған жібереміз. Есеп. Суретте Алияның үйі, Сырымның үйі және Мұзайдың арасында қашықтық көрсетілген дейді. Алияның үйі мен Мұзайдың арасы неше метр балалар? 15 метр. Сырымның үйі мен Мұзайдың арасы неше метр балалар? 30 метр. Алияның үйі мен Сырымның үйінің арасы неше метр екен? 40 метр. Өте дұрыс айтасыңдар. Осыған қарай отырып, амалдарды орындаңыздар. Келесі амалдарды орындап дәптерге маған жібереміз. Осымен сабақ аяқталды, сабақ түсінікті деп ойлаймын сендерге.